Aldarыңызda Талдықорған Қазақ Түрік Жасөспірімдер лицейінің 10-шы Б сыныбының көңіл көтеру кеші. Қош келдіңіздер. Ерждай, келесі апта Астанадағы кино қарамыз, ә? Иә. Барайық сол Астана кино, ә? Бірақ оған бой кішкентайлар кіріспейді ғой, 16 жаста дейін бұл. Ал, аға, осы бүгінгі өткен программа қалай болды, сіздің көңіліңізден шықты ма? Әрине шықты. Бүгінгі мына бағдарламада талай адамдарға ой салатын, шәкірттерге ой салатын, және ата-аналар мен ұстаздарға ой салатын, жақсы тапқыр, ұшқыр ойлы дүниелер өте көп болды. Бұл ойынның барысынан байқағаным, әрбір оқушының мынау қабілеті, әсіресе мынау артистік қабілеті, сонымен қатар ойлылық, бір нәрсені мынау халыққа, елге, көрерменге жеткізу кезіндегі тапқырлық, әділеттілік, шыншылдық деген дүниелердің иісі аңқып тұрды. Сондықтан мен бұл балалардың ойына өте разы болдым. Мақсатымыз ең бірінші бұл мектептің қойылған жоспарын орындау, сонымен қоса балаларды ұйымдастыра білу, ұйымдастыру арқылы әр баланы жаңағындай іс-шара жасауға итермелеу, жұмыс жасау және де aralarınдағы ұйымдастырушылықты күшейту. İlk başta ben 11 sınıfına teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptılar. Öğretmenler, velletmenler ve diğer öğrencilerin katılımıyla çok büyük bir şölene sahne oldu. Arkadaşlar kendi hünerlerini gösterip bizi de mutlu ettiler, bizi de eğlendirdiler. Hepsine teker teker teşekkür ederim. Aslında yaptığı skeçler ve oynadıkları oyunlarla bize küçük de olsa bir mesaj vermeye çalıştılar. Yani her şakanın altında mutlaka bir gerçek var diyorlar. İşte o sözün doğruluğunu ispatlamaya çalıştılar. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. In general, the show was great and I enjoyed everything. We can see a great work up here, work with tutors, with teachers, the song performances, jokes, everything was on high level, so I enjoyed the show.